Мясной пирогымызды жасаймыз. Мясной пирогқа ең алдымен таразымызға керек заттарымызды өлшеп аламыз. Ұнымызды, творогымызды, сары майымызды, разрыхлитель және жұмыртқамызды дайындап аламыз. Мискамызды алып, ұнды, разрыхлительді бір қасық және мұздай сары майымызды салып түйіршіктейміз. Нәтижесінде қоқым сияқты болып шығу керек. Видеомызда көріп тұрғандай болу керек. Енді творогымызды саламыз. Творогты салып, бір-бірімен жақсылап араластырып аламыз. Енді барлығын біріктіру үшін бір жұмыртқамызды салып, қамырымызды илейміз. Нәтижесінде осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Ол қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Біреуі кішкентай, біреуі үлкен болу керек. Екі қамырымызды дөңгелектеп, пищи пакетке салып, холодильникке салып қоямыз. Кемінде бір сағат тұру керек. Оған дейін начинканы дайындаймыз. Екі пиязымызды майдалап турап, майға қуырамыз. Пиязымыз сәл ғана қызарып, алтын түстес бола бастаған кезде фаршымызды саламыз. 10-15 минут бойы қуырамыз. Нәтижесінде еттің суы шыға бастаған кезде отты өшіріп, укроп пен тұзымызды себеміз. Суығанша начинкамызды алып қоямыз. Енді сырға көшеміз. Мен эмир сырын қолдандым. 200 грамм шамасында алдым. Сырды майда теркадан өткізіп аламыз. Кейін суыған начинкамызды саламыз. Начинкамыз салқын болуы тиіс, себебі ол ыстық болса сырды ертіп жібереді. Барлығын бір-бірімен араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді формамызды дайындап аламыз. Формамызды алдын ала майлап алдым. Кейін шешкен кезде қиындық болмас үшін. Формам 24 сантиметрлік. Холодильниктегі қамырдың үлкенін аламыз. Оқтауымызбен жайып, видеода көрсетілгендей формаға саламыз. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Жетпей қалған жерлері болса, қамырды жұлып жабыстырсақ болады. Қамыр өте икемді қамыр, қалай тартсаң да созыла береді. Сондықтан тегіс болған дұрыс. Енді начинкамызды салып, бір қалыпты жайып аламыз. Енді кішкентай қамырымызды жаямыз.
Дөңгелек қып жайып, артық қамырларын алып тастаймыз. Бетін жауып, бір-бірімен біріктіреміз. Ең бастысы бітті. Енді өзіміздің қалауымыз бойынша сәндей береміз. Жұмыртқаның сарысымен пирогтың бетін жағып шығамыз. Керегінше кунжутты себеміз. Және де ең бастысы бір-екі жерінен тесік қалдырамыз, ішіне ауа кіру үшін. Пирог енді дайын болған кезде, ыстық кезінде жан-жағына су шығады. Сол суды щеткамен бетіне қарай жағып жібереміз. Сол кезде пирог жылтырап тұрады. Өте дәмді сүзбелі бәлішіміз дайын. Пирогымыз өте икемді, кесіп жеген кезде шашылып кетпейді. Кескенге де өте ыңғайлы болады.